Ассаляму алейкум, сайғылы телесерджілер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалышанды шымдықы саатқа боле мәлімат. Ялта Ахмеджик трассасында дешетлі юл қазасы юз берді, зарар көргенлер де бар. Ниайет 3 елдан соң Мамақ көнде 3 фенер ерлештірілді. Аяқ үстіне тұрмақ арзусы 22 яшлы Осман Байрамов қаза нәтижесінде төшекте ята. Ве квартира Бақчысарай районында реабилитация етілгенлерінің қоранталары чоқ бекленілген мескенлерден анақтарларыны елде еттілер. Газеталар, мечмуалар ве информацион агентліклері Русияде матбуат күні қайдетілді. Бұл ведегер хаберлер ақта бізім яйнымызда. Бүгін саба Ялта Ахмеджик трассасында дешетлі yol қазасы юз берді. Мамут Султан Койу янында ВАЗ ве Toyota Land Cruiser арабалары чатышты. Бұл ақта февкуляде вазетлерін әзірлігінде хаберетілі шатлар айтқанына көре қазада ерлі арабаның сайбы қабатлыдыр. О өз машинасыны идареті поламады ве араба yol четіне аттырылды. Yol нақлет қазасы ерінде янгынжылар, құртарыжылар, әжілі ярдым бригадасы ве ГИБДД хадимлері чалышты. Нетижеде 3 адам зарар көрді, олардан бірысы елек олды. Аяқ үстіне тұрмақ. Осман Байрамов тамам бойле арзунен яшай. Яш егет араба қазасында зарар көрген еді ве енді төшекте ята. Болғанның алы ве меселелер ақта тәфсілатлы Жасабрия Алимова тариф етежек. Осман, скажите, пожалуйста, как вы сейчас себя чувствуете? А как эта авария произошла? То есть вы были трезвый, да? Бу арабанан дүмені башына енді бір кімсе отырмаз. Демір обасы азбарда тұра. Ве о дешетлі қаза ақта қатырлата. Бу қара қабер 2018 сененің октябрь 22 геже келді. Осман аскерлікке кеткен досты Алексей Воронцовнин сақлықлашмаға кетейді. Ләкин тедбірге барып ет алмады. Где-то часа 2:30 вечера сосед увидел и приехал, нам сказал, сообщил. Мы поехали, он лежал под машиной. А с какой стороны? Вот с какой стороны его накрыло, получается? Как вот, с водительской стороны он лежал под крышей, машина на нем была. Оғланны ескі қырым шерінің хастаханесіне соңра есе санавиация ярдымынен ағыр омырға кемек ми ярасынен Ахмеджиктің 6-й санлы хастаханесіне кетірділер. Хасталықның тарихы ұзын ве қорқыншылы. Османның ашқазанына 2 әмелият кечірілді. Нәтижеде Осман 20 килоға азды. Бүгінде бойы 176 сантиметр олмақнен берабер ағырлығы 51 килодыр. Ну вот эти операции, 2 операции сделали, но они неудачные получились у него. Когда вот эту 2-ю операцию сделали, ребенок не мог кушать. То, что он кушал, в желудок не проходил. И вот долго он там лежал, потом отправили сюда, в Старый Крым, вообще никакой. Өз тарафындан 6-й хастаханенің екемелері бұ амелиятлар кереклі еді деп қайтетелер. Олар вақытында япылмаған олса, нәтижелері оғырсыз ола білейді. Операция была выполнена по скорой помощи, учитывая тяжесть состояния больного. Было так называемое органосохраняющее оперативное лечение, иссечение. Язва занимала большой промежуток. 12 персонов была частично иссечена язва, частично экстерилизирована и выполнена была пилоропластика с остановкой кровотечения. Осман фысылдап лақырды ете. Ана бабасы геже күндіз оның янында болуналар. Ашатталар, айландыралар, нефес алув тоқталуындан құртаралар. Ақжигерлерінден шынгенлік ве балқамлар шығарылмасы үшін мақсус алетні сатын алдылар. Бабасы чоқ ятмақтан яралар олмасын деп, күні массаж етіп, оғлының бұттың беденені сейпап чықа. Штамага, скажите, пожалуйста, сколько времени в день вы уделяете сыну? Какие процедуры проводите? 1,5-2 часа. Массажирую ноги, руки, туловище, обрабатываю, не тем, как могу. Как мне объяснила эта массажистка. Башының үстінде дуа ве ана бабасының ярдымы. Осман шифа инанчинен яшай.
Осман Байрамов уч айдевамында аяққа тұрып оламай. Ойынды уч мурекеп операциядан кечті. Веда бір палы операция оңа юрмеге имкан бережек. Алия ханым оның оғлы бойле алға оғырар деп атты фікір етмеді. Османға баққанда ананың көзлері яшлана. Оны тек бір шей қубандыра. Оғлы сақ қалды. Шымды сіз экранларыңызда реквизитлеріні көресіз. Бұ есапқа Османның тедевеленмесі үшін пара йоллай білесіз. Бұ параларының ярдымынен Османға Москва шерінде амелият yapılması мүмкін ве о заман о кенеде ось тебесюмынен пайляджа білежек. Ана бабасы есе оның бірінші адымларыны көріп қуанажақлар. Сабри Алимова, Магомед Нестуров, Владислав Кравцов, Меллетычон. Ахярда дағы эшіліві юз берді. Белбек яни фруктовая кою янында бір қач бойукташ трассаға авдарылды. Бөлелікнен елінің бір қысмы қапатылды. Бұ одесияның видеове фотолары енді интернетте дарқатылды. Нақлет ичун әрекет япылды. Бұнен берабер трассаның бір елағында тықанық пейдауылды. Бұақта ресми малимат шындылық yok. Мамах Яни Строгановка қасабасында учфенер ерлештірілді. Қасабаға Ялта айланма юлындан кіріш ері әрва қыт қазаиве хафлы сайылайды. Сонки бірқач ел девамында бұл ерде аман-аман әркуне рабалар чатышайды. Ұшық сигналары олмасы үшін Мамах көйінің сакинлер уч елдан зияде күрештілер. Шерме мұретіне ilk мұраджат тап 2015 сенесі келген еді. Сакинлерінің меселесі ақында Милет телеканалы дефалар же тариф еткен адам. Енді сайдавчылар араба yolunun bu қысмыны хавсыз деп саялар. Правильно, надо, потому что обычно, если поворачиваешь сюда, налево или направо, никто не пропускает, тяжело. Помог, я считаю? Конечно, вы что, очень хорошо стало. Боғырча қасабасының жәмесіне газ кечірмек керек. Ибадетхане бұрқач елевелсі ерлі сакенлер ведени даресінің дестегінен құрылғаныды. Кечкен елі жәменің минаресі көтерілген еді, ләкин бинаның ичі сувуқ. Газ кечірілмесі үшін енді епісі весиқаларда азыр тек бір меселе қалды. Бұл да малие тарафы. Мутихасларының әсапларына көре газ теменлеві үшін 1,5 миллион рублей керектір. Олардан 500 000 рублесі шымды айрылмақ керек. Чүнке газификация ішлері башланды, бұл ішке ерістеген өз есесіні қоша біле. Emde sakinlerimizge, em muftiyatqa binlerine şükürler olsun, yardımcı olalar, arkada kalmalılar. Onların bu yardımlarından, onların bu imkanlarından biz bunu başlattık. Ne vakit nasıl bitireceğimizni Allah-u Teala bile kolumuzdan gelgeni yapamız, tırışamız. Hem de binlerce şükürler olsun, sağ olsun cemaatimiz de, onlar da arkada kalmayı, onlar da öz hisselerini, öz yardımlarını gelip bizlerge yardım inisiyatifini gösterirler, yaparlar yani. Ерлі жемаат жұма намазларыны енді бераберлікте қыла білгеніне қувана. Евелері бұл ернің мұсылманлары яқында ерлешкен жемелерге қатнайдылер. Енді есе олар епасы байрамларыны евлеріне яқын ерде қайдетелер. Minaretinde kurup aldık. Öyle de güzel minaret. Kuvana yürüyemiz. Çünkü benim evim bana caminin artı. Her sabah namazga turganda мен minaretin yanğanı көрімен. Мемлекетіміздің газет ве мечмуа хазимлері Русиядегі матбуат күнінің қайдетелер. Бұл күтлеве малимат васталары хазимлерінің да бір зянат байрамыдыр. Мұғберлеріміз Қырымдатар газеталарының тарихы ве бүгінгі күнде интернет илері қыплегі ақталев хазырладылар. Наш Крым нешірдің журналистлері үшін иш сабасы пек ерте башлана. Бұл коллектив тәжірибелі. Журналистлер өз ішерінде әнді оңларчы еллар девамында çalışалар. Үш чоқ. Кемеріде атта çalışмақ үшін вақыт етішмей. Бөйлі әті пренклі иллюстрациялы мечмуа дүнияға келе. О, үч айда, яни кварталда бір кере чыққа. Мечмуада мақалелер ве фоторесімлер басыла. Бұл тарих, медениет, дин, тіл, санат, урфадетлер, эснафлар, медениет ве мемаржылық абиделері. Қырым халқларының иршмелері. Беллі шахысларнен бағылы малюматлар. Әр бір чыққан мечмуаның бір қысымы есе ярмадада яшаған бір милетке бақшлана. Напряженная работа идет не только в редакции, конечно. У нас нет отдельных корреспондентов. Мы сами выезжаем на все мероприятия, стараемся там быть. Делаем не только национальные газеты и журнал, но и делаем общий журнал «Наш Крым», который стал очень популярным в последнее время.
К сожалению, наши возможности очень ограничены, но мы стараемся подручными средствами и свои возможности использовать для того, чтобы создать качественный журнал. Ерлі журналистиканың тарихы 316 сенесі тешкел ете. Русия императорлығында ил газета Петр I дәвірінде пейда олған еді. Қырым-татар басма журналистиканың тарихы да терендір. О 1883 сенесі апрель айына онындан башланған еді. О заман Исмаил Гаспринский чықарған тәржіман газетасының бірінші нұсқасы дүния өзіні көрген еді. Қырым СССР дәвірінде Яш Хувет ве Яны дүния газеталары басылып башлаған еді. Сүргүнлік дәвірінде Яны дүния Ленин байрағы серлевалы иле чыққан еді. 1991 сенесі исе газетаның муариеті Қырымға көчті ве ось ұшыны Кенеде Яны дүния серлевасынен девам етті. Кечкен сенесі Шымды Гаспринский медиа меркесі тарафындан бастырылған газета. Тантаналы шекілде ось 100 елығыны қайт етті. Менялся алфавит, но язык газеты не менялся. Он всегда на протяжении 100 лет был и остается крымско-татарский литературный язык. Мы являемся единственной еженедельной газетой, которая выходит полностью на крымско-татарском языке. Единственной не только в Крыму, а во всем мире. То есть вот эта специфика, мы стараемся это сохранить. Басма медиалар шымды глобаль интернет дәвірінде кет-кете зиядеже рақиплік дуялар. Евел заманларда кяғыт күтлеви малюмат васталары, газеталар ве меджмуалар пек рағбетлі еділер. Тази хаберлеріне білмек үшін газета оқымақ керек еді. Амма атты бүгін интернет арасында басма нешірлер өз севесіні сақлап қалмаға тырышалар. Глобаль ақ яшайшымыздан ескі ве мераметлі газета ве меджмуаларны теріп чықарып оламай. Чүнки оларның чоқ асырлық тарихы ве аненелері бардыр. Сабрия Алимова, Асан Абибулаев, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Екі евве бір квартира. Бақчысарай районында 2018 сененің нетижелеріні чектілер. Бұндан да ғайры чоқ еллар девамында шақси квадрат метрлеріні беклеген инсанларға өз мескенлерінден анақтарлар берілді. Бұл инсанларнен мұхбирымыз София Шукурова көрішті. Мы вас поздравляем. Спасибо правительству Крыма, администрации города, главе сельсовету. Принесли нам большую радость. Шамиль Беви, Фатиме Аблакадыровлар букунны 10 ел беклеп ният осемнын сайыблары олдылар. Алмат Архан көйінде оларның чоқ балалы айлесі үшін үкімет эв сатын алды. Шымды анда башқа инсанлар яшайлар. Амма бар келгеннің Кадыровлар яны евге көчежеклер. Омыр архадашлар сайыблер олара хазбарны бақалар. Евдейсе тамир кечермеге планлаштыралар. Енді балабан қуанч, қысмет шықты бізге. Енді ала берсін еркезге олеге қысмет өтшісін. Ала берсін енді қысмет яшымай бұна қысмет етсін бізге. Бізге де, балаларға да, Құрандамызға, апайымды қуанар. Бұйық әвкені шазбар теплица әфсайбы келечекке планлар тізе. Абердеде пристройкалар да бар, ерші бар, мана бізге келешкен шүйізім деметіп, өзімізге неметіп, бегенгенімізге, мана аз бар. Топрақ та бар, қысмет олса сачачамыз, айван бақма ер бар, кладовкалар, сарайлар, теплицалар, епсі вот. Ерші бар мана қысмет. Реабилитирленген гражданлар үшін мескен жүмкурей ве ерлі бюджет параларына сатын алына. 2018 сене Бақчысарай районында 2F ве 1 квартира алынды. Бұл мақсатларға 7 миллионға яқын рубле масраф етілді. Мескен сайыплері қуанчыларына инанмайлар, айталар ки ичте умет етмейділер. Я честно не верила. Уже потеряла вообще надежду. Ждала я этот момент грандиозно с 99-го года. Вот прошло почти уже 20 лет, и наконец-то это чудо случилось. И наконец-то вот выдали ключи. За что я вам очень благодарна. Благодарна государству, благодарна администрации и всем людям, которые участвовали в этом проекте. Спасибо большое. 2016 сенеден башлап Бақчысарай районында 11 F квартира сатын алынды. Бұндан да ғайры 72 квартира айырылды, ама бұ да невбетлеріні йоқ етмеді. В этом году у нас тоже предусмотрено выделение денежных средств из республиканского бюджета. Предполагаемая сумма это 10 миллионов рублей. Вот. Софинансирование также будет из бюджета Бахчисарайского района. Надеюсь, что наши граждане получат и наша очередь
закончит свое существование. Devlet Milletleri Komitet ve Mümüriyet mesken meselesi üzerinde işini devam etti. Тезден çoğusular için bu mürekkep mesele çözülmesi mümkün. Şimdi şehirde 168 kvartiralık ev kurula. Бахчисарай районында да 120 aile Osnif betini bekley Mümüriyet öz tarafından bu meseleni bir kaç yıl devamında çözmege vade etti. София Шукурова, Владислав Кравцов, Millet için. Қырымдан яқын ерде ер тепренмесі өп кечті. Тахменен 4 бал күчлігіндегі ерасты тепренмесі Қара Денізде қайдылынды. Бұ Ақта Авропалы Ақ-Деңіз сейсмологик мерkezінің месаджында сөз көрсетілі. Зелзеле судақтан 28 километр ұзақлығында январьның 13-інде геже саат 1-ны 21 даққа кечкенде yüz берді. Қырым сакинлері бұ тепреновны дуймадылар, велбетті ичбір менфе қыбетлер олмады. Более алар евелде олайды меселе сентябрь айында Ялтаның ялы бойында да тепренме yüz берген адам. Бұл зелзияны де курорт сакинлері дуймаған еділер. Қырымда әркезге сув етежек. Декабрь ве январь айларында яған-яғанақлар ярмадамызны сувнен сененің сонуна қадар темен етті. Шымдалік сув анбарлары 72%-ға толу тәфсілятлы Жасылтания Сетакаева білем. Ахмесжетнің су анбарында су етіп арта. Мұнда күн сувның севиесіні су өлчелер посты ярдымынен тешкірелер. Платина алыны ве су топлав каналының незарет етелер. Ахмеджет су анбарының хадимлері қайдеткенлеріне көре Қырымда қыш дымлы сувлы олды. Яғанақлар чоқ яғды. Енді су кезге етер. Водохранилище у нас многолетнего регулирования стока. Естественно, с последними осадками объем увеличивается водохранилище. Воды достаточно, с учетом того, что еще мы не прошли паводковый период, который еще ожидается у нас весной. Қырымда тек қар іріген сон 40 миллион куб су пейда олды. Шымды 170 миллион куб топланды. Бұндан да ғайры ер астында ерлешкен менбалардан да күнде 146 бин куб су чекелер. Все 23 водохранилища на сегодняшний день заполнены где-то на 70-72%. Вопросов по обеспечению водным ресурсом населенных пунктов Республики Крым у нас нет. Плюс к этому у нас работают 3 водозабора, это подземных, Новогригорьевский, Нежинский и Просторнинский. Бұндан да ғайры Қырымда суварылған топрақларының мейданлығы да чоқлашты. Региональ программа бойынша уч лиха ишлеп чықарылды. Шымды олар экспертизадан кечелер. По реке Салгир, реке Бодрак и Первомайский район, бурение скважин, что даст возможность увеличить орошаемые земли в данных регионах. Да? По окончанию строительно-монтажных работ мы увеличим в Крыму до 20 тысяч гектар орошаемых земель. Президент программалары бойынша да 12 проект ішлеп чықарылды. Оларның сырасында ярым адамызда 12 өзен ятағыны темізленмесі, кефе су анбарындан яны су алу иншаатының құручылығы ве ярым аданың шимали тарафына Тайган ве Қарасув базар су анбарларындан су кечірмек үшін су боруларының құручылығыдыр. Султания Сетакаева, Рамазан Аливапов, Millet үшін. Қырымда елбаш байрамларыны кечірмек үшін келгенлер кечкен сенеге бақанда 40%-ға зияде олды. Тәтелер девамында ярым адада 190-дан зияде турист ратланды. Бұл ақта Қырым Жұмхуриетінің курорт ве туризм назирлігі хаберете бұл малюмат елжылар ақымына қымет кесіві ве муниципаль тешкілатларының мұсафырханелер толдырылығы эсасында топланды. Туристлерінің 64% ярмадаға Қырым көпірні кечіп келділер, 33% учақ еле, да 3% есе Украина еле сынырындан кечіп келділер. Русия туроператорлары бірлешмесінің мәліматына көре, Қырым Русилелер üçün 2019 сененің 3 ең рағбетлі бюджет елбаш юнелішлері сырасына кірді. Орта дәрежеде бұл турларының фияты 2 адамға 7 күнге 35 000 рублені тешкілетті. Бұнен берабер аналитиклер кечкен сенеге бақанда фиятлар 11%-ға ұжызлашғаныны қайдаттылер. Бұна Қырым юнелешіне қышлық чартер программалары açılған тесір етті. Шымдылық бұл мәліматларының эпосы еді кележе хаберлер программасыны қачырманыз, бөзілі олыңыз.